Сәлеметсіздер қадірмен көрермен. IT сервис кезек каналына қош келдіңіздер. Клиент жалғыз қалды. P8 Lite телефон келген болатын. Google аккаунт блокировкасымен. Және жерде Next деген өткізіп келесі бетке. Егер сіз телефонға жазылған аккаунт пен пароліңізді ұмытып қалған болсаңыз, үй жағдайында қалай ашуға болатындығын осы видеодан көресіздер. Бізге ол үшін кішкене дайындық керек болады. Біріншіден телефоныңыз Wi-Fi желісіне қосылған болу керек. Verify your account, яғни подтвержден аккаунт деген бөлікке келген болсаңыз, артқа қайтамыз да. Және жерден настроить как новый устройство дегенді таңдайсыздар. Setup as new деген. Одан кейін жерде skip, өткізу, пропустить, окей, далее, skip на жерден. Уалейкум салам. Юмешін UI-ға бастапқы бетке қайтадан келеді, мына жерде сіздерде көп тіл болып тұрады. Одан кейін экранның бетіне былайына екі саусақ басып тұрасыздар. Біздің телефонда қазір талбек функциясы қосылған негізінде. Біз минус плюс арқылы қосып қойғанбыз. Неге қазір 1 минут клиенттер жалғыз қалды тағы да. Яғни, енді талбек функциясын қалай қосу керектігін барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Huawei телефондарында осы бастапқы бетке келіп, экранның бетін басып тұрсаңыз, талбек функциясы қосылады. Және тіл автоматты түрде ағылшын тіліне ауысады. Английский языкқа ауысады былай айтқанда. Одан кейін, егер одан болмай жатса, минус плюс кнопкасын басып тұрсаңыздар да талбек қосылады. Одан кейін талбек қосылған соң, білмеймін оны. Енді экранның бетінде ағылшынша L әрпінсіз жазсыздар былайынан. Одан кейін жерде талбек settings деген шығады. Соған басып бір рет басасыздар да екі рет шертесіздер. Одан кейін талбекті өшіру үшін минус плюс кнопкасын екеуін бірде басасыздар. Минус пен плюсті. Окейға бір рет басасыздар да екі рет тезет басып шертесіздер. Өшіріледі. Ең төменіне түсеміз. Жоқ, санаймыз. Және жерде help and feedback-қа кіреміз. Және мына жерде қараңыздар. Help and feedback-қа кіргеніңізде мына жерде help деп тұрады, және about switch access for Android. Біз алдыңғы бұрында осылай жасайтынбыз. Біз about switch access for Android-қа кіріп, YouTube-қа кіріп, YouTube-қа басатынбыз, YouTube арқылы браузерге кіріп кететінбіз, қараңыздар. Бірақ ол бізден YouTube обновление дегенді сұрайды. Update дейді. Оны біз не істейміз? Онда артқа қайтамыз да. Тағы бір артқа қайтамыз, және Get started with voice access деген таңдайсыздар. Get started. Одан кейін одан кішкене төменге түсеміз де, бұл жерден Change Google App Settings деген болады. Осыған басамыз. Төменге кішкене түсеміз де. Location, местоположение дейді. Тұрғылықты жер деген сияқты. Осыған басамыз. Және кішкене төменге түсеміз де. Google App Location Settings деген басасыздар. Төменге түсемізде delete your location history, яғни как удалить местоположение, история местоположения деген осыған басасыздар да. Location history, яғни история местоположения деген көрініп тұрған деген ойдамыз сіздерге. Осыған басамыз. Және біз осылай Google картаға кіріп кетеміз. Енді мына жерге Google картаға кірдік. Бұл жерден біз артқа бір рет басамыз да, және Google картаға кіріп тұрамыз. Енді ақ белгіге басамыз. Және бұл жерден окей дегенге басамыз. Ақ белгіге баса бересіздер. Ол біздің координатымызды анықтау керек. Мінекей қараңыздар, біз Евразияға өтеміз де бұлайынан. Ақ белгіге басамыз. Болды. Мінекей мына жерде біздің ақ белгіні баса берген соң, сіздердің координаттарыңызды анықтайды. Тағы бір рет басасыздар. Одан кейін сіздің тұрған жеріңізді анықтап береді. Одан кейін go дегенге басасыздар мына жерде. Hostess Decisions деген жерге өздеріңізге жақын болған бір қала не көшенің атын жазасыздар. Біздің жағдайымызда ол былай деп жаза саламыз. Тауып береді. Одан кейін start дегенге басасыздар. Start деген соң got it. Және жоғары жақта микрофонға, оң жақта осыған басып, открой Google, орысша егер ағылшын тілінде тұрған болса, open Google дейсіздер. Келіңіздер байқап көреміз. Open Google. Не удается ответить на ваш запрос, Google. Open Google.
Запуск приложения. Мінекей. Біріншісінде болмауы мүмкін, екіншісінде байқап көресіздер. Мына жерде no senkos search деген жерге. Зашитый экран меняете в этом сенсоре? Запчасть жоқ. Мінекей settings деп басамыз, settings'қа кіреміз. Ең төменге түсіп көрейік. Келіңіздер, телефон жайлы мәлімет. P8 Lite 2017, бірақ Android версиясы 7 екен. Егер сізде 8 болса, расширенный настройка арқылы кіріп, factory data resetтерін өшіріп тастасаңыз болады. Енді біз бұны телефон настройкасынан өшіре алмаймыз қазір, өйткені Android 7 болғандықтан біз қазір Open Google деп айтамыз да, интернет браузерлерге кіреміз. Google Chrome деген сияқты қазір кеңізді байқаймыз тағы да. Open Google. Запуск приложения Google. Енді Google приложениесіне басамыз да, бұл жерге CH Chrome деп жазасыздар. Accept continue, next, no thanks. Енді жерге іздеуге біз бұлай деп жазамыз. Go Launcher. Go Launcher. Енді Go Launcher'ды. Мінекей мына жерде мына сайттан төменге түсесіздерді Go Launcher to down, екінші сілтеме тұр ғой, осыған басамыз. Және последний версия. Мына жерде X-ті басамыз, translation деген керек жоқ, аудару, скачать дегенге басамыз. Енді оның жадысы 51 мегабайт енді орын алады. Телефон өшіп қалып жатыр бізде. Скачать. Пермиссион деп шығасыздар, пермиссионны басасыздар. Разрешить дегенді басасыздар. Одан кейін сіздерді загрузить етіледі, download деп шығады. Одан кейін 3 нүктеге басасыздар. Одан кейін download деген болады. Осы жерде мінекей скачать етіліп жатыр бізде. 84%. Күтеміз оны. Мінекей. Open үстіне басамыз. Settings. Unknown source. Ok'ді басасыздар. Артқа қайтамыз. Go Launcher. Install. Бұл жерде Open. Onun için olması lazım. Status wallpaper деген таңдаймыз бұл жерден. Бұл жерден артқа қайтамыз. Жаңағындай система апдейт деп шықпаса артқа қайтып отырасыздар. Осылай шығады екен сіздерде. Қазір телефон қатып қалып бізде. Телефон қатып қалып жатыр, енді сондықтан кішкене күтесіздер. Одан кейін мына жаққа өтіп сеттингсқа басасыздар. Go Launcher'дың ішінен біз Huawei P8 Lite'да толықтай форматтауымыз керек болады. Settings. Сеттингсқа кірдік та, расширенные настройки. Мінекей, о телефоне P8 Lite, бана Android 7. Расширенный настройка кіресіздер. Ең төмен түсеміз, backup reset, factory data reset, reset phone. Және келесіде телефон қосылған кезде сіздерде телефон таза болып қосылады. Әрине тілді таңдау, Wi-Fi нелерден өту, барлығынан қайтадан өтіп шығасыздар. Және ол кезде барлығынан пропустить, далее де өткізіп шығасыздар. Келесіде сіздерде Google аккаунт сұрамайтын болады. Осылайша телефондарыңызда Google аккаунттан тазалап шығарып тастасаңыздар болады. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, каналға тіркеліңіздер. Сау сәлеметте болыңыздар.